Мен Байбосынова Гүлбахрам Махатқызы. Қазіргі таңда Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында жұмыс жасаймын. Мамандығым актриса. Мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайын. Олай болса кеттік. Бірінші сұрақ. Машина оңға бұрылғанда қай дөңгелегі айналмайды? Бәрі айналады негізі. Артқы дөңгелектер жоқ, бірақ бәрі айналады ғой. Екінші сұрақ. Сіздің табиғатыңызға қандай рөл сәйкес келмейді? Мүмкін жағымсыз кейіпкер деп ойлаймын өзімше, бірақ актриса болғандықтан кез келген рөлді алып шығуға міндеттіміз. Жылдың қай айында 25 күн болады? Февраль? Или дұрыс емес па? Дұрыс емес па? 25 күн бұл қай айында? Айында. Адам, төртінші сұрақ. Дұрыс жауап берген жоқпын ба? Адам көзін жұмып не көре алады? Қараңғыны. Және ойында жүрген бір нешет ойлар. Қай сұраққа иә деп жауап беруге болмайды? Жаман сұрақтарға. Білмеймін. Келесі сұрақ. Театрымыздағы ең алғашқы қойылым алтын кілт. 5 көбейту 5, 25, қосы 3, 28. Ғабит Мүсіреповтің сізге ұнайтын шығармасы? Әрине, қозы көрпеш баян сұлу. Кана дейді? Яғыл дейді десең. Астанасы. Енді сондай сұрақ бола ма десең. Ондай сұрақ қоймай қойсаңыздар болады ғой. Қазір білмеймін десең. Театр туралы нақыл сөз білесіз. Хас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер театр. Так, сізге ұнайтын үш кітап. Сәбит Мұқановтың «Сұлу шаш», Махаббат қызық мол жылдар, Әзілхан Нұршайықовтың. Одан кейін Жәмила. Шыңғыс Айтматовтың. Дұрыс қой. Так, 300-бен театрды сипаттаңыз. Енді театрдың атмосферасы бөлек. Театрда рухани ләззат аласың. Және де басқа жерге қарағанда мәдениет өте жоғары. Анаңыз сізді кім деп еркелетті? Қызым, балапаным, баканка деп еркелететін. Баканка деп кім деп ойлап отырған шығарсыздар. Солай, Олечка, Гүлбахрам, әр түрлі енді. Қара қызым, әсіресе кішкентай кез ұрысқанды қара қыз деп. Сол. Болды? Мұнан соң сұрақ. Және де мен сіздерге айтайын дегенім болды. Осымен тәмам.